Қызылорда облысында Ұлы Отан соғысының 2 ардагері қалды. Солардың бірі Қазалы ауданы Әйтекбей кентіндегі Тілеуберген Тоқабергенұлы. Ол 101 жаста сарбаз. 1942 жылы Қызыл армияға шақырылып, туған өлкесіне тек 5 жылдан кейін оралған. Ардагері Қазалы ауданының құрметті азаматы Тілеуберген Тоқабергенұлы. 1924 жылы Қызылорда облысы Қазалы ауданынан Жамбыл колхозында дүниеге келген. Үштегі 4 ағайынның үлкені. Қан майдан басталған кезде Тілеуберген атамыз 17 жаста еді. 1943 жылы жастарбас 291 атқыштар полкіне ауыстырылды. Кейінірек ол маршал Георгий Жуковтың басшылығымен 158 гвардиялық полкіне 28 автоматты ротасында қызмет етті. Жеңісті Германиядан қарсы алды. Отан алдындағы еңбегі үшін майдангер 1-ші дәрежелі Ұлы Отан соғысы орденімен Берлинді азат еткен үшін 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысында Германияны жеңгені үшін медальдармен, Жуков медалімен және тағы да басқа марапаттармен марапатталды.